Сәлем құрметтім, сіздің алдыңызда психолог, сарапшы маман мен Эльвира Ерғалина, және бұл адам іздеймін. Оның басы үнемі дауға қалады, ол хайптың ішінде шулы, өзі блогер, контент-мейкер, және кейде курс өткізеді, кейде басқа нәрселерді жасайды, ешкімнің ойына сыймайтын. Өте қызық кейіпкер бұл супермамасита Әлия Байтуғаева. Дәл осы талдауда Әлияның өз еркімен берген сұхбаттарына сүйеніп отырып жасадым, және бұл 100% ақиқат емес. Оны 100% шындықты әр кейіпкердің өзі білет, ішінде жатады, ал біздікі тек талдау, саралау, керегін алу. Біз супермамасита деп танитын Әлияның табысы, арман мақсатына жетуі, үнемі күліп, емін жарқын жүруі, жарқырап жүруі, жалпы жетістігінің құпиясы неде? Қызыл жіпте емес екені айқын, түсінікті, бірнеше пунктті, нақтырағы 5 пунктті бөліп алдым. Супермамаситаның Әлияның қазіргі жетістігіне, қазіргі жеткен нүктелеріне ықпал еткені, тоқтамай зыр жүгіртетіні бұл оның балалық шақтағы психоэмоционалды травмасы. Нақтырағы әке шешесімен қатынасы. Детство. Как у всех советских детей. Со мной никто не сидел, со мной никто не нянчился. Со мной сидел мой дядя, который умер в прошлом году. Вот, и он меня воспитывал. Бабушка, мама с папой врачи, они все время были на дежурствах. И вот как-то так вот выросла. Я не избалована вниманием. Ну, то есть вы такая пацанка была или наоборот такая девочка девочкой была? Нет, я была пацанкой. Я Әлияны кішкентайында қарауға, бағуға, оның эмоцияларына, сезімдеріне назар аударуға ата-анасының уақыты болмаған, көкесінің қолында өскен. Яғни Әлия сезім деген нәрсені балалығынан білмейтінін, оны өшіріп тастағанын түсінуге болады. Когда я собиралась поступать в Алмату, мои родители развелись. Вот этот момент я не забуду никогда. Когда я сдавала ЕНТ, в этот момент пошел бракоразводный процесс, мама с отцом жили отдельно, и я как-то вот между двух огней оказалась, на меня никто не обращал внимания, все были заняты своими проблемами, и я как-то с горем пополам готовилась, сдала этот ЕНТ, и слава Богу, я сказала, я не хочу здесь оставаться, по крайней мере, не сейчас и не в этой семье. Я не говорю, что у меня самая плохая семья была, но вот так вот получилось, что тогда мне не хотелось жить, мне просто хотелось свалить из дома, под всеми предлогами, лишь бы подальше. Вот. И я говорю, мама спрашивает, куда ты поступишь? Я говорю, подальше, в Алмату поступлю. Әлияның ата-анасының жанында, отбасында, бүтін отбасында өсіп келіп, жеткіншек жасқа жеткен кезде ата-анасының ажырасып кетуі, бұл баланың біріншіден тез сепарациялануына және баланың өзін тез арада іздеуіне, жалпы ешкімге сенбеу керегін ұғынуына өте мықты ықпал еткен. Әрине ол плюс жағы, ал минус жағы бұл бала ендігісі мамандармен жұмыс істемесе, ары қарай мүлде ешкімге сенбей, бүкіл жүкті өзі арқалап, бүкіл нәрсені өзі жасап, тіпті адам баласына, тіпті жұбайына бір жанға сене алмай, барлығын өзі арқалап кетуі әбден мүмкін. Біздің Әлияда бұл кездеседі. Я вот по крупицам собирала, я копила, я ничего не тратила, ни на какое шматье, я себе ничего не позволяла. И каждый месяц я закрывала не 1 200 000, я закрывала по 5 миллионов. То есть я настолько работала, я реально пахала. Утром у меня начиналось с взрыва мозга, мне нужно было развлекать аудиторию, мне нужно было делать рекламу. И вот это все, и за 10 месяцев я закрыла. Можно сказать, как он... 50 миллионов? 50 миллионов, почти. За 10 месяцев? За 10 месяцев. Вот так работают мамочки из Инстаграма. Но это же нелегко, да? Всем же кажется, наверное, что это легко, да? Конечно, всем кажется, что блогер развлекается, но у блогера-то свои мотивы.
Зачем все это он делает? Он же не просто так все это делает. У него есть большая ответственность, семья, есть дети, за которых надо отвечать. И когда это все на тебе, ну, я не скажу, что все было на мне, и на муже тоже. Әлияның өсуіне психологиялық травмасының әсер етуі балалық шақтан бастау алған. Яғни, ата-анам маған назар аудармайды, оның жұмысы менен гөрі маңыздырақ болып тұр. Мен қалайда өзіме арқа сүйеуім керек. Мен көкеме сене алмаймын, мен өзіме сүйенуді үйренуім керек дейді. Ондайда бала еті тірі, пысық болып өсуі мүмкін, староста болуы мүмкін, үздік болуы мүмкін, жалпы еті тірі болады. Өсе келе, окей, оны мен келістім, енді мен өсіп жатырмын, үлкен өмірге қадам басып жатырмын деген кезде ата-анасы баланың қандай универге түсуі, жалпы үлкен өмірге қалай аттануы туралы ойланудан гөрі өзінің жеке проблемасы, ажырасу деген проблемасына кетіп қалуы баланың тағы бір рет. Мен демек ата-анам үшін маңызды емес екенмін. Бір рет болды, екі рет болды, бірнеше рет болды, түрлі ситуациялар орын алады ғой. Жұмысы, өзінің мәселелері маңызды екен. Онда мен өзімді өзім қолға алуым керек деп ойлайды Әлия сияқтылар. Немесе керісінше кей адамдар түрлі теріс жолға түсіп кетуі мүмкін, назар алу үшін, немесе өзін дәлелдеу үшін, жалпы менде бармын ғой деген ішіндегі бунтын көрсету үшін, қылмыс болсын, әртүрлі нәрсеге ұрынып кетеді. Біздің Әлия назарды басқа жолмен алып жүрген байқауға болады. Яғни басында Инстаграмды бастаған кезде әрине оны тоқтатпай алға қарай жылжытқан Әлияның осы бір назарды сезінуі, бұрын соңды алмаған назар. Вау, адамдар маған назар аударды. Вау, адамдарға мен қызықпын, менің ойым қызық, менің ішкі әлемім қызық, жалпы менің сырт келбетім қызық деген нәрсе Әлияның ары қарай тоқтамай үздіксіз контент жасауына, үздіксіз өсуіне мықты ықпал еткен. Яғни бұл жерде Әлияның психологиялық травмасы өшуіне емес, өсуіне ықпал еткен. Я была пацанкой. Дрались во дворе? О, да, я в школе дралась. Меня даже один раз чуть не выгнали. Серьезно? Да. Кто пришел разруливать ситуацию? Родители, конечно. Родители? Да, я от них втык получила. Адамның балалық шақтан мен керек болсам екен, менің өмірім қызық болса екен, мен біреулерге маңызды болсам екен, маған назар аударса екен деген ішкі қалау болу қалыпты. Ол нәрсе болады балаларда, я. Ата-ананың балаға қарайтын мүмкіндігі болмаса, тіпті ол күшейеді. Түрлі ситуациялар, травма салатын оқиғалар орын алса, ол ұлғая береді. Танымал болуға, өскеннен кейін атақты болуға бұл травмалар ықпал етеді, бензин сияқты болады, бірақ адам мына бір шекараны байқамай қалады. Яғни назар аударған сайын тоймауы мүмкін, тағы деп кете беруі мүмкін. Бұл бір, одан кейін тағы бір зиянды тұсы сол назардан айырылып қалуға қатты қорқу. Я прям надеваю черные очки и ни на кого не смотрю. И делаю вид, что я куда-то спешу. Или когда я с детьми, например, и мне некогда, тоже мне не очень приятно, когда ко мне подходят и там просят фотографироваться. Или ты когда сидишь в кафе, кушаешь, и тут ты кушаешь с семьей со своей, это же личное пространство. Понятно, что ты с семьей, кто-нибудь обязательно подойдет. И это для меня не очень-то приятно. Вот если я свободна, то да. Вы отказываете? Нет, никогда. Я никогда не отказываю. У меня всегда фирменная улыбка. Да, конечно, да, я вас тоже люблю. Та-та-та-та-та-та, давайте обнимемся, давайте поцелуемся. Все, моя работа сделана, я пошла дальше. То есть но вы не хотите этого чтобы делать? У читателя оставался неприятный осадок, что я какая-то там сволочь, зазнавшаяся, зажравшаяся, чтобы она потом сказала это своему мужу, своим родственникам, и чтобы обо мне пошла плохая молва. Не хочу. Яғни бұл мен өзгелерге ұнасам, мен өзгелерді ренжітпесем, өзгелерге жаман көрініп қалмасам, өзгелер мен туралы жаман ойламаса, мен үздіксіз өзімді құрбан етемін деген нәрсені білдіреді. Өзгелердің назарынан айырылып қалу, өзгелерге ұнамай қалу, тіпті өмірде тамақ ішіп отырып, біреулер келіп сені мазаласа, жеке шекараңды бұзғанда да бірнеше есе бұзады, сенің тыныштығыңды алады. Тамақтануға мүмкіндік бермейді. Сонда да күліп жақсы бәрі күшті супер деп шығарып салу, бұл ішіңдегі агрессияны
көрсете алмау, өзіңді қорғай алмау. Яғни өзге адамдар келіп, сенің өміріңе, сенің тәніңе, сенің сезімдеріңе, таңдауыңа, шешіміңе, бүкіл кеңістігінің барлығына өзінің қалауын тықпалап, соны орындап кетуі. Яғни бұл жерде Әлияның өзін толыққанды қорғай алмайтынын, танымалдылығы үшін, назары үшін өзін кішкене емес, құрбан етіп қоятынын байқауға болады. Осы бір нәзік шекараны, граньды нақтылау керек. Назарға ұмтылу, танымал болу және сол арқылы табысты болу, жетістікке жету ол жақсы. Бірақ асыра сілтеп жіберсең, артығымен қолдансаң, соған тәуелді болсаң, наркотик сияқты тұтынатын болсаң, әрине бұл зиян. Екінші пункт ашылады, яғни біздің кейіпкеріміздің Әлияның сезімдері тірі емес, тек миға, тек логикаға сүйенетінін байқадым, сұхбаттарын көріп отырып. Ол қалай? Яғни адам өзінің бойындағы сезімдерін балалықтағы өте ауыр психологиялық травмаларда, өте ауыр ситуацияларда өшіріп тастайды. Өйткені бала ол сезімдермен не істейтінін білмейді. Мысалы, қайғы-мұң, мысалы, өте ауыр агрессия, немесе өте қатты қорқыныш, оның жанында анасы, әкесі оған көмектеспесе, ол сезімдерден ақырындап алып шықпаса, өткеріп, бала не істейтінін білмейді, аны сезімдерді өшіріп тастайды. Менің жаным сыздап ауырып тұр, мен одан да сезбейін. Қайта-қайта бола берсе бір ситуация, травмалар, онда мен тіпті мүлде сезбейін дейді. Дағыны сезу деген қабілет мүлде өшеді, тек логикаға, миға сүйенеді. Көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын заттар ғана жақсы. Тіпті менің өзім шаршап жатсам да, тәніме ауыр болып жатса да, менің күш қуатым сарқылып жатса да, көзбен көретін, қолмен ұстайтын нәрсеге сүйенемін. Бұның арты выгорание болады, бұның арты түрлі депрессиялар болады. Бұның арты өзің жеткен жетістіктерден ләззат ала алмау, көңілің толмауға алып келеді. Мысалы, біздің кейіпкеріміздің де бұл туралы айтатын әңгімесі бар. Я читал у вас, что написано, что у вас часто бывают депрессии. Да, часто бывает, раз в 2-3 недели у меня есть, потому что мне все время нужен свежий контент, мне нужны люди, мне нужна постоянная смена обстановки. Но иногда бывает, с утра просыпаешься и не хочется никуда, не хочется ничего снимать, вообще просто хочется лежать. Вот в такие дни у меня депрессии. Сондай-ақ сезімдеріңді сезіне алмай, тек логикаға, миға сүйенудің плюсы, жетістіктерге жетесің, ештеңеге қарамай, танк сияқты алға қарай жүресің, тоқтамайсың. Бірақ анау жететін нәрсеңе жетіп болған кезде ауыруың мүмкін, көп нәрсе шығуы мүмкін, немесе жеткен нәрсеңе көңілің толмай, өмірден қатты түңіліп кетуі мүмкін. Бұл Әлияның бойынан байқалады және тоқтап қалмастан үнемі өзін үздіксіз алға сүйреп отыру үшін түрлі мақсаттарды қойып отыратынын байқадым. Енді мынадай мәселе бар. Жалпы ер адамның болмысы, табиғаты бұл логика, ми, ой, стратегия. Ал әйел адамның табиғи болмысы бұл сезімдер. Сезімдер тұла бойында тұнып тұрады және ол тірі болу керек. Неге? Өйткені өзінің ұрпағы үшін, ұрпағының қауіпсіздігі үшін, өзінің қауіпсіздігі үшін, жалпы үйдегі уют үшін, жайлылық үшін. Солай ер мен әйел бір-бірін толықтырады. Алайда біз Әлияға қараймыз да, оны ай еркексің деген бір мақтау сөзбен атағымыз келеді. Білетін адамдар лайк басып осы жерде пікір қалдырып кетіңіздер. Еркексің мамасита деген сөзді өзде жиі есткен шығар. Бұл нені білдіреді? Сезімге емес, нәтижеге, атаққа, жетістікке, ақшаға, тоқтаусыз танк сияқты барлық нәрсені қырып жойып жетуі. Және үлкен жылдамдықпен жетуі. Әрине, бұл Әлияның күш қуатының көптігінен тұр деп ойлаймын. Күш қуаты, ішіндегі энергиясы аз адамдар дәл Әлия сияқты әрекеттерді қайталаса, баяғыда жарты жолда қалып қою әбден мүмкін еді. Сондықтан Әлияда энергияның, күш қуаттың көп екенін байқауға болады. Насколько вы
отдаете себя фитнесу? Потому что, ну, во-первых, вы шикарно выглядите. Спасибо. И я как понимаю, что спортзал — это неотъемлемая часть жизни. Да. Сейчас мы тоже туда направимся. Но прежде, как вы поняли, что нужно все время тренироваться? Что вот перевернуло вас? Потому что это огромный труд, даже ходить там в спортзал. Инстаграм перевернул. Года 2 назад вот эта вот тенденция пошла, в моду вошел фитнес, фитоняшки, накачанные тела, попы, там все бицепсы, там трицепсы. И, конечно, когда ты листаешь Инстаграм, тебе все это приходит, но С круассаном во рту я тоже хочу так выглядеть. Ну, я худая совсем была, дрыщ. Вот сегодня, 18 сентября, у нас на градуснике села батарейка. Теперь мы в ожидании чуда, что когда-нибудь мы купим эту несчастную батарейку. Я хочу пельмени с майонезом, чтобы они были такие вкусные. Вкусные, безумно. И вот как-то вот насмотрелась я всего этого и пошла на фитнес, записалась. Я хочу мышцы, все. И вот я уже 2 года хожу на фитнес, у меня все отлично. Сезімдер тірі болмаса, тек көзбен көретін, қолмен ұстайтын ғана заттарға, логикаға, миға сүйеніп кетудің үлкен зияны бар. Бұл өзіңнің жасап жатқан ісіңнен ләззат ала алмайсың, жеткен жетістіктеріңнен ләззат ала алмайсың, сөйтесің дағына өзіңнің жетістігіңнің немесе өзгеге ұнаудың, өмірдің қандай да бір баспалдақтарын көзге көрінетін нәрселермен өлшей бастайсың. Мысалы, тәніңе қатты назар аудара бастайсың. Ол біздің әлияда да көрініс табады. У вас тоже сиськи, извиняюсь, груди темные? Сиськи, ну, как бы да. Да? Я об этом не стесняюсь говорить. А что мне стесняться? Я Я 3 детей родила, я выкормила, и я достойна получить свои заслуженные Ну сиськи. зачем? Как зачем? Чтобы быть полноценным человеком. Каким в смысле, была без я? грудей ты- То люди ржут. Без грудей вы неполноценный человек? Яғни өзіне бір аялап қарайтын, өзіне бір сүйсініп қарайтын объект ретінде емес, махаббатын арнайтын, сондай бір нәзік әйел ретінде емес, керісінше мен сұлу болуым керек, әдемі болуым керек деген нәрсе. Бұл керектің артында мен өзгелерге ұнамай қалудан қорқамын. Мен өзгелер үшін тіпті тәнімді, тіпті одан да басқа кеңістіктерімді құрбан етем, одан да басқа шекараларымды ашып берем дегенді білдіреді. Яғни бұл назар үшін көп нәрсені құрбан ету. А у вас, расскажите свой день. Вот вы утром просыпаетесь и? Ну, я просыпаюсь сразу. Телефон? Ну да. Телефон в руки, капучинку, потом еще одну капучинку, потом еще одну, и 5 капучино я могу просто бабахнуть. И Серьезно? Все. Серьезно. То есть я даже эспрессо пью иногда, бывает прямо по 3 чашечки. Не вредно? Ну, может быть вредно, но я гипотоник, у меня очень низкое давление, 95. Прям надо, да? Я его Надо. до 110 поднимаю, и нормально мне. Тіпті бір отырғанда 5 ыдыс экспрессоны ішуі, өзінен қашуы, жалпы өзінің сезімдерінен қашуы, ішкі тревогадан қашуы, жаңағы айтқан ақпараттарының барлығын растайды. Бұл негізі ағзаға өте зиян, біле тұра жасау, басқа да ықпал ететін пункттердің барын білдіреді. Я много чего в своей жизни не хочу делать, Но приходится, да? Как но бы приходится, да. в уважение к тем подписчикам, И которые к следят. подписчикам, и к себе самой. Я себя всегда заставляю. Вот, например, сейчас я с вами интервью проведу, я пойду в спортзал. Там надо пахать. Негізі осы бір жаңсақ пікір бар. Мен өзімді құрметтеймін. Құрметтегендіктен мен тәніме операция жасаймын. Бір емес бірнеше рет аямастан, оның ауырғанын сезбестен, немесе ауыр штангаларды көтеремін. Өзімді қинап тұрып, кәдімгідей аутоагрессияны көрсетіп тұрып, тәнімді сұлу қылуға тырысамын деген нәрсенің барлығы бұл адамның өзіне құрметі емес. Өзгелер құрмет көрсету үшін өз тәнін, өзін құрбан етуі. Жалпы адам қандай салмақта, оның ішкі жан дүниесінде, психикасында, сезімдерінде, эмоцияларында болып жатқан процесстер үшін ол салмақ керек. Мейлі арық болсын, мейлі өте қатты толық болсын, ол керек. Бірнеше бала босанған, декретте отырған ана үшін тіпті керек, өйткені ана өзі үшін ғана емес,
баласы үшін, бірнеше баласы үшін өмір сүре бастайды. Яғни тәні олардың бәріне ресурс бөліп отырады. Жалпы біздің тәніміздің тілін түсіну өте маңызды. Ал солай процесстер бола тұра, мен өзімді құрметтегендіктен осындай ауыр қадамдарға барамын десе, өкінішке қарай ол құрмет емес. Өзгенің құрметі үшін, өзгенің назары үшін өзіңді құрбан ету. Супер мамаситаның қазіргі жетістігіне, танымалдылығына, тапқан табысы болсын, бүкіл нәрсесіне алып келген ең негізгі бір пункттердің бірі бұл айқын мақсаттарының болуы. У меня была цель. Я хочу свой дом, я хочу свою крышу над головой. И мне было плевать, где она будет находиться. Я просто задолбалась уже платить за аренду. Я хочу свое жилье. Жалпы супер мамасита десе немен айналысатынын білмейміз. Өте түсініксіз, блогер деп айтамыз, болды. Біресе курс өткізеді, біресе басқа нәрселерді сатады, біресе жарнама жасайды, гиф өткізеді. Әртүрлі жолмен, нақты бір мамандық емес, нақты бір сала емес, әртүрлі жолмен жағдайын жасап, табысын тауып отырған адам. Көлік болсын, баспана болсын, тағысындағы өте көп саяхат болсын, өте көп жетістіктерін айтып отырады. Бұл жетістіктеріне алып келген нәрсе айқын мақсатының болуы. Ең бірінші, мен өз өмірімді өзім сүремін деген, ешкімге сенбеймін деген мақсаты, өз жағдайымды өзім жасаймын деген. Одан кейін әрине оқырман санын цифрмен нақтылап отыруы, яғни миы логикасы түсінеді. Нақты мен қазір мысалы 100.000 оқырманмын ба, 100.000 оқырман бар ма парақшамда, мен статистиканы 1 миллионға дейін көтеруім керек деген сияқты нақты цифрмен көрінетін мақсаттарды қойып отырған. Негізі бұл болмыс ер адамдарға тән. Әйелдер бір абстрактілі ойлайды ғой, жақсы өмір болса, жайлы өмір болса, кайф болса деген сияқты. Жоқ, біздің Әлияда олай емес. Әлия нақты цифрлар, нақты көзге көрінетін армандар, мақсаттарды қойып отырған. Мысалы, баспана. Және ол баспанаға төленетін цифрлар. Жалпы Әлияның цифрды жақсы көретінін байқадым. Адамның нақты мақсаты болған кезде, айқын болған кезде, жасайтын қадамдары нақтылана бастайды, түрлі идея келе бастайды, және адамның бойында батылдық болады. Тоқтамай соған жететін энергияда бөлініп отырады. Жалпы Әлияның болмысы сол, миы нақты образбен, символмен, картинамен мақсат қойып алады екен да, соған қарай танк сияқты жүреді екен. Әлияның жетістікке жетуіне ықпал еткен 4-ші пункт бұл өз отбасын контент ретінде пайдалануы. Немесе ашық түрде отбасында болып жатқан бүкіл ситуацияларды көрсетуі, сұхбаттарында айтуы, күнделікті не ішті, не жеді, қайда барды, нені қолданды, қандай ой болды, қандай эмоция болды, барлығын көрсетіп отырғаны. Яғни байқасаңыз, Әлияда шекара деген нәрсе кең, жүрегі кең дейміз ба қалай. Жоқ деп айтуға кішкене тілім бармай отыр. Мои дети понимают, что мама работает, что мама ведет свой блог. Мои дети знают, что такое сторис, что маме надо снимать сторис, что в сторисах нужно улыбаться, в сторисах нельзя плакать и грустить. Иногда, конечно, я снимаю моменты, когда мои дети плачут. Это живая, это лайф, это жизнь. Без этого никак. Показывают другую сторону нашей жизни. Показывают то, что мои дети тоже плачут, плохо себя ведут, ругаю иногда бывает. Но это жизнь. Так вот. Анығы отбасының ішінде болып жатқан нәрсе сол күйінде көрсетіледі. Өзінің жан дүниесінде болып жатқан нәрсе сол күйінде көрсетіледі. Яғни Әлияның оқырмандары оның не ішіп, не жегенін, қайда барған, не істеген барлығын бастан аяқ көреді. А вас били потом? Ну, я получала. Ну, да. вас били? Ну, да. Рукоприкладство, да? Ну, какое-то было, но не прямо истязание, да? Но меня наказывали по-жесткому. А вы своих детей бьете? Нет, вообще не бью. Кричите на них? Нет, у меня голос сорвало давно уже, 2 года. Жалпы Әлияның балалығында
осы бір отбасының ішіндегі тығыздық, отбасының ішіндегі мейірім, бала мен ата ананың арасындағы махаббат деген сияқты жетпегенін өзі сұхбаттарында жиі айтады. Сондықтан мен отбасымды бір шаңыраққа біріктіріп, үнемі бірге жүріп, бүкіл нәрсені бірге атқарамыз, біз үнемі біргеміз дейді, иә. Мен өзімде болмаған нәрсені қазір өмірімде жасап алдым және балаларыма соны көрсетіп жатырмын деп айтады. Иә, бұл өте жақсы, өте маңызды құндылықтың бірі, және әркім өзіне керегін, үлгісін, идеясын, басқасын алып отыр оқырмандары. Бұл өте маңызды нәрсе, өте еңбекқор біздің Әлия, білесіздер. Десе де, бұның минусы да бар. Ертең оның балалары өскен соң ажырата алмауы мүмкін. Анам мені жұмыс үшін осылай жасатты ма, маған видео үшін, контент үшін осылай жасады ма, әлде мені шын жақсы көргендіктен осылай болды ма? Бұл өзге адамдарға показуха болғаны ма, немесе шын ба деген сияқты бір шекараны ажырата алмауы мүмкін. Байқасаңыз, жалпы жеке шекара деген мәселеде кішкене ақаулар бар екенін байқаймыз. Бұл адамның психикасындағы шекараның нақты, мынау менің отбасым, мына жерге дейін бәрі бітеді, мынадан кейін басталады деген сияқты нақты сызылған шекаралардың болмағанын білдіреді. Бұл бір. Екінші, Әлия өзі қайын жұртымен, өзінің күйеуімен, осы инстаграмға байланысты, контентіне байланысты, жалпы болып жатқан процестеріне көрсететін контентіне байланысты, оқиғаларына байланысты кикілжіңнің өте көп болатынын айтады. Өте көп. Яғни қайын жұртым менің блогер болғанымды қаламады, мен олармен араласпаймын. Күйеуім менің блогер болғаныма қарсы болды, бір сәтте мен ажырасқым келді деген сияқты. Яғни контенті үшін көптеген процестер болғанын, көптеген даудамай болғанын сұхбаттарында, стористерінде өте жиі айтады Әлия. Яғни бұл өзінің жұрт назарын алатын құралы үшін, тіпті отбасын, тіпті қайын жұртын, тіпті ең маңызды, қадірлі, қастерлі адамдарды құрбандыққа тез шала алатынын білдіреді. Менің қалағанымдай жасау керексіңдер, мен сендерді қалай қолданғым келеді, қазір мен жұмсартып айтқым келіп тұр. Мен сендерді қалай қолданғым келеді, өзімнің атағым үшін, өзімнің танымалдылығым үшін, өзгелерден назар алу үшін солай қолдану керекпін. Ал сендердің жеке қалауларың мен үшін маңызды емес. Әйтпесе біз қатынасты үземіз деген сияқты. Әрине мен қазір өзім ойлап отырмын, болжап отырмын, 100% олай болмауы да мүмкін, образ болуы мүмкін, десе де сондай қадамдарға жасау бұл адамның ішінде өте көп конфликт барын білдіреді. Муж не понимал, почему я занимаюсь Инстаграмом, зачем мне эти сторисы, зачем мне эти посты, зачем эти все время съемки, зачем вот эта камера все время, телефон в руках. То есть, как и любого казахского мужика, это раздражало. Вас бы тоже раздражало, если ваша жена бы постоянно там под прицелом камеры не только себя выставляла, но и своих детей, своего мужа. Это его начало раздражать, и он хотел, чтобы я все это бросила, оставила. У нас пошли недопонимания. Вы начали ссориться из-за Инстаграма? Да, из-за Инстаграма. То есть Инстаграм причина развода потенциально? Конечно, да. То есть это может быть со стороны видеться как ерунда какая, господи, нашли там проблему, с пальца высосали, да. Но это на самом деле, если погрузиться и пожить моей жизнью в то время, вам было бы не до смеха. Так вот. У нас разошлись пути, и все. Я решила, что дальше нет смысла продолжать жить. То есть я лучше буду жить одна со своими детьми, чем я буду все время находиться в этом аду. А тогда действительно был такой ад, когда ты с мужем живешь как, да не то что как соседи. Соседи, которые друг друга ненавидят. Вот так вот у нас было. Но слава Богу, что муж... Он изменился, он изменил свое мнение обо мне. И, конечно же, не просто так, когда он увидел плоды моих трудов, как я тружусь, как пчелка кручусь, работаю, что-то делаю, стараюсь. Он во мне разглядел личность. Он понял меня, он вошел в мою шкуру. Более того, скажу, сейчас мы с мужем работаем над моим контентом вместе. Это вообще шок для общества. Тот человек, который ненавидел мою работу, сейчас он ее безумно любит.
Он помогает мне снимать ролики, он мне предлагает съездить в какую-нибудь страну, поснимать там. Он на видеооператора отучился, на монтажера отучился. Он купил классную камеру, там, в общем, все эти фишки навороты, он от этого прется, тащится, и он мне безумно помогает. То есть... Егер мынадай эксперттерді, блогерларды көрсеңіз, өзінің табысы үшін, өзінің статистикасы үшін, подписчик саны үшін айналасындағы жандарды контент ретінде қолданса, кішкене дабыл қағатын нәрсе. Өйткені ол адам түскісі келе ме, келмей ме шын мәнісінде, мүлде камераға түскісі келмейтін, видеоға көрінгісі келмейтін адамдар болады. Олардың қалауын құрметтемей, олардың шекарасын құрметтемей, өзгелердің кеңістігіне қол сұғу болуы мүмкін. Мейлі оның ол сенің балаң болса да, ол сенің күйеуің болса да, ол сенің қайын жұртың болса да, мен және өзге адам деген мынау екі кеңістікті, екі бөлек ортадағы шекараны сезе алмағаннан болады әдетте, және адам өзінің потенциалына, өзінің күшіне, өзінің біліміне, өзінің ресурсына, жалпы өз идеясына сүйене алмағанда осылай тұтынушылық қатынасқа барады. Әрине, Әлияның осы іште болып жатқан нәрсенің барлығын сыртқа күн сайын неше түрлі идеямен лақылдатып көрсете беруі, бұл бір сериал қарап отқан сияқты. Үзілмейтін, тоқтамайтын сериалдар, ал оның ішіндегі әкесі, анасы, балалары бір кейіпкерлер, актерлар сияқты, сондықтан адамдарға өте таныс, ішінде не болып жатқаны, түрлі интригалары өте белгілі барлығы нәрсе, сондықтан әрине танымалдылық артады. Әлияның жетістігіне ықпал еткен ең маңызды пункттың бірі бұл Инстаграмның, аудиторияның, Әлияның психологы болуы. Яғни, Әлия қандай эмоцияны өткерсе де, не болып жатса да, қуанса да, мұңайса да, жыласа да, бүкіл нәрсені сториске, Инстаграмға еркін түсіре береді, бүкіл нәрсені контент жасаймын деп жүріп, өзінің жан дүниесіндегі бір процестерді өткеріп алғанын өзі байқамаса керек. Ондай нәрселерді әдейі жасау мүмкін емес меніңше. Яғни, мысалы бір кездері Әлия өте қатты қорқатын нәрсе осы Инстаграмнан айырылып қалу деген мәселеде. Айырылып қалды, бір емес бірнеше рет парақшасынан. Сол кезде қатты жылап, дода жылап, ішіндегі қиындығын айтып, адамдардан қолдау алып, өте көп комментарий алып, кәдімгідей фидбек, кері байланыс алып, бір жылы сөздер естіп, бір байланыс орнатты. Егер сол кездегі өзінің сезімдерімен, эмоцияларымен жалғыз қалып қойса, мысалы, өкінішке қарай ол бір қайғы-мұңға, қасіретке батып кетуі мүмкін еді. Немесе керісінше қуанған кезде, адам қуанған сәттерді де өте жарқын, вау дейтін эмоциялардың өзінде өткере алмауы мүмкін. Ол жерде де психика шайқалуы мүмкін. Сол тұстардың өзін аудиториясына көрсете алды және экранның ар жағында отырған адамдардан кері байланыс келгендіктен ол кезеңдерді де өтті. Қорқынышынан, қуанышынан, қайғы-мұңынан, агрессиясынан түрлі сезімдерін аудиториясымен бірге өткерді. Яғни аудиториясы не маманың, не әкенің рөлін ойнады деп ойлаймын. Ананың рөлін көбірек ойнаған сияқты. Ол жерде өте көп миллиондаған адам емес, бір адамның образын қойып алғаны маған солай елестейді. Әрине, шындықты Әлияның өзі біледі. Сондықтан әлеуметтік желіні, Инстаграмды ешкімге бергісі келмейді. Оның паролін тіпті күйеуіне айтқысы келмейді, қорқады. Даже мой муж не знает пароль. Никто, я никогда ему не скажу пароль. Он меня один раз спрашивал, меня не было дома, и срочно нужно было зайти в мой аккаунт. Я была за 3-9 земель от дома. Он сказал, скинь мне свой пароль. А мне срочно нужно было кое-что там сделать в своем аккаунте. Я говорю, я не могу. Он говорит, да блин, да нафиг мне твой пароль нужен. Я говорю, я не могу. Ну скажи хоть шепотом, не могу. Я приехала, 2 часа езды до дома, я приехала, сказала ему, сама ввела свой пароль в телефон. Он быстро там что-то сделал, я снова вышла. И опять уехала. Это какой-то страх потерять аккаунт или что? Или думаете, что вы даже проговорите и как-то считают это?
Конечно, это страх потерять свой аккаунт, и я никогда никому не скажу, даже мужу не скажу свой аккаунт. Қорқады айырылып қалудан. Психолог деген адамның жанына жақын адам ғой, негізі. Жанын емдейтін, жанында болып жатқан процестерді бірге өткеретін, инстаграмына жан бітіріп, образ беріп, өзіне ең жақын адам ретінде тірек қылып алғанын байқауға болады. Жалпы Әлияда әлемге сенбеу деген программа бар. Ешкімге сенбеу, күйеуге сенбеу, тіпті кей сөздерінде маған дуа жасады, порча жасады деген нәрселерді айтып отырады. Тіпті арнайы бір емшілерге барып дем салдырғанда көрсетіп жүреді. Өзі тәп-тәтті негізі. Не істеді, не ойлады, бүкіл нәрсесін көрсетіп жүреді. Қарап, кішкентай бала сияқты сүйсініп алам арасында, үздіксіз оқымасам да. Жалпы не өткеріп жатыр, барлығын көрсетіп жүреді. Знаете, у меня было такое состояние, когда уже через 2 недели, наверное, мне стало действительно плохо. Я никогда, когда меня блокировали, себя так плохо не чувствовала. И это не только из-за блокировки. У меня вот такое, у меня была апатия, у меня начались панические атаки. Я, можно сказать, сходила с ума. Я не могла встать с дивана, с кровати себя поднять. Я просто была разбитая, обесточенная. У меня не было сил. И я уже готова была поверить во все, лишь бы найти этому объяснение. Потому что у меня ни психологических проблем нету никаких, ни хронических заболеваний у меня нету. Чтоб настолько я себя ужасно чувствовала. Я обратилась к 3 магам. Первая женщина мне сказала, что вышла капюшонная змея. Это вообще самое страшное, что может быть. У меня чувство было, что просто я схожу с ума. 3-й маг, он мне подтвердил, что это был реально обряд. Бірақ ешкімге сенбейді. Яғни маған үнемі көз тиді, біреу дуа жасады, менің жолымды жапты деп үздіксіз ойлап, сол үшін сақтанатын болса, бұл адамның мен өзгелерді, адамдарды, әлемді қауіпсіз көремін. Ол жақта қауіп көп деп қабылдаймын деген программасын білдіреді. Әрине, бұл үрейге, истерикаға, тревогаға алып кетеді. Жалпы, әйел адам тек қана миға, тек қана логикаға сүйене берсе, әрине ешкімге сенбейді. Сезімдермен сезе алмайды ғой. Ол тек көзбен көретін нәрсе. Ал ешкімге сенбеген кезде адамда үрей, тревога, жанталасу, сақтану, истерика, жалпы арпалыс, күрес, соғыс деген нәрсе көбейеді. Әйел адам расслаблена, босаңсып, өзінің қалауына, арманына оңай жете алады негізі. Егер сезімдері тірі болса, ал тек миға сүйеніп, тек контроль, бәрін бақылауым керек, бәрін ұстауым керек, логикаға салып, мен қадамдарымды есептеуім керек, әйтпесе бір нәрсеге ұрынып қаламын деген үреймен жүрген болса, өкінішке қарай бұл әйел шынымен де мужик болып кетеді, еркекке айналып кетеді, және соның тіпті еркектер жете алмайтын жетістікке жетуі мүмкін, өйткені әйел адамның күш қуаты жетеді. Бірақ өзде тозып, іштей шаршап, истощение болып, выгорание болып, бір сондай ауыр качеляларда, эмоцияларындағы бір эмоциясы әткеншекте ойнауы әбден мүмкін. Міне, біздің көз алдымызда жүрген супер мамаситаның энергиясы көп, идеясы көп, хайпы да көп, атағы да көп, түрлі түсетін оқиғалары да көп. Супер мамаситаның жетістігінің құпиясы қызыл жіп емес екен. Және өзі айтатын түрлі бақалар, түрлі статуэткалар емес екен. Анау балалық шақтан бастау алады. Әрине, өзінің психоэмоционалды травмасы, айқын мақсаттары, логикасы, ойы, миы, отбасымен бірігіп кеткен контенті. Әрине, психологтың рөлін ойнаған өзінің инстаграмы немесе әлеуметтік желілері барлығы бірлесіп тұрып, оның жетістікке жетуіне мықты ықпал еткен. Жалпы Әлия өте еңбекқор. Өте еңбекқор. Оның күш қуаты да көп, жасайтын еңбегі де көп. Сол өзінің еңбегінің арқасында қазіргі барына жетіп отыр. Және жан-жақтан берілген түрлі соққыларға берілмейді.
бір діңгегі мықты сияқты, иә. Жаңалықтарға шығып жатады, жұрттар неше түрлі нәрсені жазып жатады. Неге берілмейді? Өйткені ол нәрсені сезбейді. Логикаға салады. Ну, а чё? Айта берсін. Мен зато ақша тауып жатырмын. А чё? Айта берсін. Мен зато ананы алып жатырмын, мынаны алып жатырмын деген сияқты. Яғни өзінің жан дүниесінде болып жатқан сезімдерді ұқпайды. Егер сезімдері тірі болса, алғашқы хайптардан кейін-ақ көп нәрсе өзгерер еді. Бүгінгі талдау осы. Өзіңізге не түйдіңіз, не алдыңыз? Сол туралы пікірде жазуыңызды сұраймын. Қолдауыңыз өте маңызды. Сондай-ақ келесі талдаулардан кімді көргіңіз келеді, оны да жазып кетіңіз. Әр жанның, әр танымал жұлдыздардың жетістікке жету қадамдарын, жалпы көмектескен қадамдарын осылай талдаймыз. Керегін сіз өзіңізге алатын боласыз. Таныстарыңызға таратыңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Мен сіздің кері байланысты күтем. Келесі талдауларда кездескенше құшақтадым.